Жатырдан тыс жүктіліктен кейінгі келесі жүктілікті жоспарлау және қандай витаминдер ішу керек деген сұрақ. Жатырдан тыс жүктілік дегеніміз ол қалыптыда жүктілік жатырдың ішіне қонуы керек. Ал қалыптыдан тыс жағдайда жүктілік трубаға, аналық безге, іш астарға немесе басқа да іштің іш қуысындағы кез келген мүшеге жабысып, сол жерде имплантация болып өсуін айтамыз. Ол кезде мына жерде макетте көрініп тұрғандай, негізі түтік ұрық дамуға және ұрықты өсіруге арналмаған мүше болып табылады. Трубаның мақсаты бұл жерден жаңағыдай аталық ұрықтың аналық ұрықпен кездесіп, қайтадан жаңағыдай осы трубамен өтіп жатырға ұрықты қондыру болып табылады. Кейбір кезде қабыну, тыртықтық процестерде жүктілік жатырға келіп үлгермей, мынаның бір түтікшенің бір бөлігінде бітіп қалып кетеді. Бұл түтік созылғанынша созыла алады, ал оның өзінің мүмкіншілігі біткен кезде ол жыртылады. Екі типтен бітуі мүмкін. Бұл трубный аборт, ұрықтың қайтадан мына жаққа түсіп қалуы, немесе по типу разрывы трубы. Бұл трубаның жыртылуы болуы мүмкін. Трубаның жыртылуы болып, сіздің жаңағыдай түтікшеңізді алып тастады делік мына жерден. Енді келесі жүктілікке қалай дайындалу керек? Келесі жүктілік бір сау түтікшеңіз, келесі беттегі сау түтікшеңіз болса, сол арқылы жүктілік бола беруі мүмкін. Және де біздің практикамызда бір түтікшесімен де 5 бала босанған аналарымыз бар. Самый главный түтік сау, өткізгіштігі болу керек. Енді келесі жүктілікке дайындық. Келесі жүктілікке дайындық сізде өте основательно болу керек. Өйткені сізде жарты шансыңыз мына жақтан байланды, өткізетін түтікше жоқ. Енді мына жүктіліктің мейлінше уақытылы жоспарланған және дайындалған болу керек. Сол үшін барлық аналарға, және бұл жаңағыдай өздігіне өткен внематочная беременности өткерген аналарға айтатынымыз, сіз келесі жүктілікті қатаң жоспарлап, УЗИ түсіресіз бірінші, ішкі құрылыстарыңыздың бәрін бір тексересіз, мына трубаңыздың жағдайын, аналық бездің жағдайын, жатырдың жағдайын бәрін тексеріп, сау екеніне көзіңіз жеткеннен кейін ғана жүктілікті жоспарлаңыз. Бұл бірінші. Екінші, егер сізде осы тексеру барысында қандай да бір қабыну ауруларын тапса, немесе қабынудың белгілері өзіңізде шағым болса, міндетті түрде ем алыңыз. Ол ем 2-3 күндік жүре ұшып жүру емес, ол прям обосновательно жақсы тұрақты 7-10 күндік курстық терапия алу, содан кейін қабынуға қарсы препараттарды алып дайындалу керексіз. Үшінші, 3-6 ай сіз фолий қышқылын ішу керексіз. Фолий қышқылын кемінде күніне 400 мг ішу керексіз. Ол болашақта сіздің ұрығыңыздың даму ақауларын, нерв жүйесінің интеллектіне, жүрек қан тамыр жүйесіндегі ақауларын алдын алуға көмектеседі. Егер де мынау внематочныйды шақырған себеп ретінде жатыр мойнының қабынуы, қынаптың қабынуы, немесе жатырдың қабынуы болса, осы себептің бәрін жойып барып жүктілік жоспарлаңыз.